Сәлеметсіз бе? Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізге ой жайлау атты керемет әнді домбырада толық тартып үйрететін боламын. Ең алдымен әнді бір рет толық тартып көрсетейін, жалпы айтылуына және құрылысына мұқият мән беріп отырмыз. Ойнап киіп кел, қызғалдақтай қыз келіншек сабырсам, сары қоңыз құлан ойнап туарған, қара ағаштай қамиғанша жастық шақ өткізейін, гүлдей жайнап ой жайлау. Ой жайлау ата қоңыз көп тулатқан, ат пен тон жарасады азаматқа ой жайлау. Бала қырынасып, серуендеп тамаш өткен жастық шақта ой жайлау. Ақ бүрлеп, қызыл бүрлеп, аралайды жөнін білген қамшыны, екі бүктеп қолға ұстап қызына, бұл дүниені ойнап күлген ой жайлау. Ақ шәйнек сарсамауыр тұрса, қайнап отырса, ойнап киіп кел, қызғалдақтай қыз келіншек сабырсам, сары қоңыз құлан ойнап туарған, қара ағаштай қамиғанша жастық шақ өткізейін, гүлдей жайнап ой жайлау. Ақ бүрлеп, қызыл бүрлеп, аралайды жөнін білген қамшыны, екі бүктеп қолға ұстап қызына, бұл дүниені ойнап күлген ой жайлау. Егер дәл осы керемет әнді сіз де домбырада толық тартып үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Алдын ала айта кетейін, менің YouTube каналымда домбыраны 0-ден бастап ең жоғарғы деңгейге дейін тартып үйреткен видео сабақтар бар. Соның ішінде әсіресе жазбаша нұсқаны, сандық нотаны түсінуді, тез қағысты қағуды, ортаны басуды және екі саусақтап тартуды сияқты көптеген дүниелерді осы сабақтарды көру арқылы тез арада үйрене аласыз. Осы видеоларда әр қайсына жеке тоқталып, дұрыстап түсіндіріп өткен болатынмын. Бұларды көру арқылы менің каналымдағы кез келген әнді сіз домбыраға салып үйрене аласыз. Және қазір менің не айтатынын, екі саусақтап тарту, ортаны басу және барлық қағысты да сол видеоларды көру арқылы түсіне аласыз. Дәл қазір мен сізге әнді сан арқылы оңай жолмен тез үйрететін боламын. Сондықтан мұнаны міндетті түрде білуіңіз керек. Домбыраның ең жоғарғы жағындағы перне бұл 0. Тек мына ақ нүкте тұрған осы бірінші перне. Осыдан кейін 2, 3, 4 болып ары қарай кете береді. Тек 1, осыны ұмытпаңыз, шатаспай тартыңыз. Әннің сандық нотасы, түсінсеңіз скриншот жасап алыңыз. Сіз үшін әннің толық сөзі де бар. Ендеше ой жайлау әнін домбыраға салып үйренуді бастайық. Бірінші куплетінің бірінші қатарындағы сөздер. Ой жайлау, шөбің, шегін, суың, дәрі. Мұқият қарап отырыңыз, осы сөздерді домбыраға саламыз. Ең алдымен ой деген сөзді 6-шы пернені бірінші саусағымызбен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Бұл әнді мен бір саусақтап тарта беремін, солай оңай болады. Және бір қағыс алтыға ой, жай деген сөзді енді 8-ші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Мінекей 8-ді бірінші саусақпен ұстадым. Бір қағыс. Қағысымыз үнемі алма кезек болады. Біріншісі төмен болса, кейін жоғары. Төмен, жоғары осылай алма кезек қағамыз. Енді 8-ге бір қағыс. Жай, лау деген сөзді 11-ші пернені кішкентай саусағымызбен басып айтамыз. Мінекей.
бас бармақ 9-шы перненің жоғарғы жағындағы шекті басып тұрады. Және осы жерде біз екі қағыс қағамыз. Лау, шөбің деген сөзді 6-шы пернені жаңағыдай бірінші саусақпен ұстаймыз. Және осы жерде екі қағыс қағамыз. Шөбің, шөй деген сөзді 3-ші пернені ұстап тұрып айтамыз. Жаңағыдай бірінші саусақпен ұстадым оны. Бас бармақ жоғарғы жағында тұр және бір қағыс қағамыз осы жерде. Шегін деген сөзді енді 4-ші пернені бірінші саусағымызбен ұстап айтамыз. Тұрған жерімізден бір қадам түстік астына, енді осы жерде бір қағыс. Гін, суың деген сөздерді 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз жаңағыдай. Және осы жерде екі қағыс қағамыз. Суың, дә деген буынды 8-ші пернені кішкентай саусағымызбен ұстап айтамыз. Мінекей, бас бармақ 6-ші перненің жоғарғы жағындағы шекті осылай басып тұрады. Және осы жерде екі қағыс қағамыз. Дә, рай деген сөзді енді 11-ші перненің кішкентай саусағымызбен басамыз. Бас бармақ жаңағыдай 9-ші перненің жоғарғы жағындағы шекті басып тұрады. Және осы жерде тұрып біз 8 қағыс қағамыз, яғни там, там деген 4 қағысымызды 2 рет ойнаймыз. Сонда былай болады. Рай, там. Осы 4 қағысымызды 2 рет ойнадық, 8 болды. Жалпы бұл қатар домбырада былай шығу керек, мұқият қарап отырыңыз. Ой, жайлау, шөбің, шегін, суың, дәр, ой. Осылай сіздер үшін жай көрсетіп жатырмын. Жаттап алыңыз. Енді келесі қатардың сөздері. Болады халқы менен ақын сәні, ой жайлауай. Мұқият қарап отырыңыз. Енді осы сөздер домбыраға саламыз. Ең алдымен бо деген буынды біз 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Жаңағыдай басталады. Және осы жерде бір қағыс қағамыз. Бо, ла деген буынды 8-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Бір қағыс қағамыз. Ла, д деген буынды енді 11-ші пернені кішкентай саусағымызбен ұстаймыз жаңағыдай. Және осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Д, халқы деген сөзді 6-шы пернені ұстап айтамыз. Бірінші саусақпен ұстадым. Және осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Халқы, ме деген буынды 3-ші пернені ұстап тұрып айтамыз. Бірінші саусақпен ұстадым. Енді осы жерде бір қағыс қағамыз. Ме, мен деген буынды 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Енді осы жерде бір қағыс қағамыз. Мен, а деген буынды 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Бір қағыс қағамыз. А, қын деген буынды 8-ші пернені кішкентай саусағымызбен ұстаймыз. Мінекей, бас бармақ 6-шы перненің жоғарғы жағындағы шекті басып тұрады. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Қын, сә деген буынды қайтадан 6-ға барамыз. Бірінші саусақпен осы жерде тұрып айтамыз. Бір қағыс қағамыз. Сә, нә деген буынды 3-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Бір қағыс қағамыз. Нә, ой деген буынды енді бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Мінекей, бір қағыс қағамыз. Ой, жай деген буынды 4-ші пернені 2-ші саусағымызбен ұстаймыз. Мінекей, бас бармақ жоғарғы жағында тұр. Және осы жерде бір қағыс қағамыз. Жай, ла деген буынды енді 3-ші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ 4-ші перненің жоғарғы жағындағы шекті осылай басып тұра берсе оңай болады. Енді осы жерде бір қағыс. Ла, ау деген буынды бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап бір қағыс қағып айтамыз. Ау, ай деген ең соңғы буынды айтатын кезде ашық ортаға барамыз. Там деген жаңағы 4 қағысымызды 2 рет ойнаймыз. Сонда жалпы 8 қағыс ойнаймыз. Ай. Жалпы екінші қатар осылай шығады. Мұқият қарап отырыңыз.
толық тартып көрсетейін. Болады халқыменен ақын сәні ой жайлау ай. Үнемі қағысты алма-кезек төмен жоғары қылып қателеспей қағып отырыңыз. Ал енді келесі ретте үшінші және төртінші қатарлар өте оңай. Себебі үшінші қатардың сөздерін біз қазір бірінші қатардың әуеніне саламыз, ал төртінші қатардың сөздерін екінші қатардың әуендеріне саламыз. Сонда жалпы былай болады. Мысалы, үшінші қатардың сөздері берейін әнге шырқап ортаңызда. Енді осы сөздерді ой жайлау, шөбің, шүйгін, суың, дәрі деген сөздердің орнына қоямыз. Сонда былай болады. Берейін әнге шырқап ортаңызда. Дәл жаңағы бірінші қатардың әуені. Яғни бірінші қатар мен үшінші қатардың әуендері бірдей. Тек сөздерін дұрыстап орнына қойсаңыз болды. Енді келесі төртінші қатардың сөздері. Жиналған елім жұртым жас пен кәрі ой жайлау ай. Бұл сөздерді біз жаңа ғана үйренген екінші қатардың сөздерінің орнына қоямыз. Болады халқыменен ақын сәні ой жайлау ай деген сөздердің орнына осы сөздерді қоямыз. Сонда жалпы былай болады. Жиналған елім жұртым жас пен кәрі ой жайлау ай. Мінекей сіз куплетті жалпы толық үйреніп қойдыңыз. Бірінші қатарда, екінші қатарда, үшінші қатарда, төртінші қатарда домбыраға салдық. Бұл тек бірінші куплет. Ал енді екінші куплеттің сөздерін дәл осы әуенге саламыз. Яғни бірінші куплет пен екінші куплеттің әуендері бірдей, тек сөздерін орнына қойсаңыз болды. Сізге толықтай түсінікті болу үшін бірінші куплетін толық домбырада тартып көрсетемін, жай көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз. Ой жайлау, шөбін, шүйгін, суың, дәрі болады халқыменен ақын сәні ой жайлау ай. Берейін әнге шырқап ортаңызда. Жиналған елім жұртым жас пен кәрі ой жайлау ай. Мінекей жалпы бірінші куплет осылай шығады. Енді дәл осы әуенге екінші куплеттің сөздерін саламын. Мұқият қарап отырыңыз. Ой жайлау ата қомыз көп тулатқа. Ат пен тон жарасады азаматқа ой жайлау ай. Айтысып қыз боз бала қырын асып. Серуендеп тамаш өткен жастық шақта ой жайлау ай. Мінекей жалпы әнде тек екі-ақ куплет, сіз екі куплетінде домбыраға толық салып үйрендіңіз. Енді қайта тартып сөзмен бірге айтсаңыз негізде өте оңай болады. Жаттап алыңыз. Куплеті түсінікті болса, келесі ретте әннің қайырмасын домбыраға салып үйренуді бастайық. Жалпы бұл әнде екі қайырма бар. Соның бірінші қайырмасының бірінші қатарындағы сөздер. Ақ шәйнек сары самаурын тұрса қайнап. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен ақ шәйнек деген сөздерді біз төртінші пернені екінші саусағымызбен ұстап тұрып айтамыз. Бас бармақ жоғары жағында тұрады. Және осы жерде тұрып үш қағыс қағамыз. Ақ шәйнек. Осы үш қағыстан бөлек тағы бір қағыс қағамыз. Ашық қағыс болады. Ашық дегенде біз
тек астыңғы ішекті баспаймыз. Бас бармақ төртінші перненің жоғары жағындағы ішекті осылай басып тұра берсе оңай болады. Енді осы жерде бір қағыс ашық қағамыз. Жалпы былай ақ шәйнек. Ашық істегенде ешқандай сөз айтпаймыз, тек ақ шәйнектен кейін тез қосылып істеп кетеді, қағыл. Енді сар деген сөзді біз төртінші пернені екінші саусақпен басып қаламыз. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағып айтамыз. Сар, са деген буынды үшінші пернені бірінші саусақпен басамыз. Үшінші пернені басқан кезде бас бармақ төртінші перненің жоғары жағындағы ішекті осылай басып тұра берсе оңай болады. Енді осы жерде бір қағыс қағамыз. Са, мау деген буынды бірінші саусақпен бірінші пернеге барамыз, бір қағыс қағып айтамыз. Мау, рым деген буынды қайтадан үшке барамыз. Үшті жаңағыдай ұстадым бірінші саусақпен. Енді осы жерде бір қағыс қағамыз. Рым, тұр, са деген сөздерді екінші пернені екінші саусақпен ұстадым жаңағыдай, және осы жерде екі қағыс қағып айтамыз. Тұрса, қайнап деген сөздерді алтыншы пернені кішкентай саусағымызбен басамыз, осылай айтамыз. Бас бармақ төртінші перненің жоғары жағындағы ішекті басып тұр, осылай. Және осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Қайнап. Жалпы бірінші қатар домбырада былай шығу керек, мұқият қарап отырыңыз. Ақ шәйнек, сарса, маурын, тұрса, қайнап. Мінекей, бірінші қатарды үйреніп қойдық. Жалпы қайырмасында 6 қатар бар. Енді екінші қатардың сөздері. Отырса, қыз боз бала күліп ойнап. Бұл сөздерді біз дәл қазір үйренген бірінші қатардың әуеніне саламыз. Сонда жалпы былай болады, мұқият қарап отырыңыз. Отырса, қыз боз бала күліп ойнап. Мінекей, екінші қатарды әнге салып қойдық. Енді үшінші қатардың сөздері. Киінген қызғалдақтай қыз келіншек. Бұл сөздерді де дәл қазір үйренген бірінші қатардың әуеніне саламын. Мұқият қарап отырыңыз. Тек сөздерін орын-орнына қоямын. Киінген қызғалдақтай қыз келіншек. Мінекей, үшінші қатардың да сөздерін домбыраға салдық. Ал енді төртінші қатардың сөздері. Сапырса, сары қымыз құлан ойнап. Бұл сөздерді де дәл қазір үйренген бірінші қатардың әуеніне саламын. Мұқият қарап отырыңыз, сөздерін орын-орнына қоямын. Сапырса, сары қымыз құлан ойнап. Неге біз жалпы әнде 6 қатар болса, соның 4 қатарын әуенге салып қойдық. 4 қатардың да әуендері бірдей, өте оңай. Ал енді келесі 5-ші қатардың сөздері. Қуарған қара ағаштай қақиғанша. Бұл сөздерді біз әуендері ерекше, сондықтан мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен қуарған деген сөздерді біз дәл жаңағыдай ойнаймыз. 4-ші пернені 2-ші саусақпен ұстап тұрамыз, және осы жерде 3 қағыс қағып айтамыз. Қуарған. Осыдан кейін бір қағыс ашық болады. Ашықты жаңағыдай ұстап айтамыз. Осылай. Қуарған. Одан кейінгі сөздер қара ағаштай қақиғанша. Ең алдымен қара деген сөзді 4-ші пернені қайтадан бірінші ұстаймыз. Бірінші саусақпен ұстаймыз бұл жолы. Мінекей. Және осы жерде 2 қағыс қағып айтамыз. Қара ғаш деген буынды 6-ші пернені бірінші саусақпен ұстап айтамыз. Мінекей. Және осы жерде 1 қағыс қағамыз. Ғаш, тай, қа деген буындарды 8-ші пернені кішкентай саусағымызбен ұстап айтамыз. Бас бармақ 6-ші перненің жоғары жағындағы ішекті басып тұрады. Және осы жерде тұрып біз 2 қағыс қағамыз. Тай, қа. Қи деген буынды енді 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. 1 қағыс қағамыз. Қи, ғанша деген сөздерді 6-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз осы жолы. Және бас бармақ 4-ші перненің жоғары жағындағы ішекті басып тұрады. Және осы жерде тұрып 2 қағыс қағамыз.
қағиғанша. Жалпы бұл қатар былай шығу керек, мұқият қарап отырыңыз. Қуарған қарағаштай қақиғанша. Осылай 5-ші қатарды әуенге салдық. Енді 6-шы қатардың сөздері. Жастық шақты өткізейік гүлдей жайнап ой жайлау ай. Мұқият қарап отырыңыз. Енді ең соңғы қатардың сөздерін домбыраға саламыз. Ең алдымен жастық шақ деген сөздерді дәл жаңағыдай 4-ші пернені, бірақ осы жолы бір саусақпен ұстаймыз. Және осы жерде тұрып 3 қағыс қағып айтамыз. Жастық шақ. Бұл жастық шақ деген сөзді жаңағы 5-ші қатардың қуарған қарағаштай қақиғанша деген сөзге жалғап жастық шақ деп тез айтылып кетеді. Соны қосып айтып бір рет көрсетейін. Мұқият қарап отырыңыз. Қуарған қарағаштай қақиғанша жастық шақ. Осыда бірдей тез айтылып кетеді. Одан кейін сәл біраз кідіріп тұрамыз. Одан кейін өткізейік гүлдей жайнап ой жайлау ай деген сөздерді енді домбыраға салып үйренейік. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен өт деген буынды 4-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Бір қағыс қағамыз. Өт. К деген буынды енді 8-ші пернені кішкентай саусағымызбен ұстаймыз жаңағыдай. Және осы жерде тұрып біз ерекше қағыс қағамыз. Алма кезек емес, жай қақпаймыз. Тез арада арасында пауза жасамай, кідіртпей 8 қағыс қағамыз. К, өткі. Осылай болады. Енді зей деген буынды біз 3-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Жаңағыдай ұстадық. Бір қағыс қағамыз. Е деген буынды 1-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Бір қағыс қағамыз. Лік деген буынды енді ашық бір қағыс қағып айтамыз. Лік. Біз қағысымыз төмен болды. Енді төменмен аяқтадық. Енді гүлдей жайнап ой жайлау ай деген сөздерді тағы да гүл деген сөзді біз төменмен бастаймыз. Гүл деген 1-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап бір қағыс қағып айтамыз. Гүл. Дей деген буынды 3-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап айтамыз. Бір қағыс қағамыз. Дей. Жай деген буынды 4-ші пернені 2-ші саусақпен ұстап айтамыз. Бір қағыс қағамыз. Жай. Нап деген сөзді 3-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз жаңағыдай. Бір қағыс қағамыз. Нап. Ой деген буынды 1-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап бір қағыс қағып айтамыз. Ой. Жай деген буынды 4-ші пернені 2-ші саусақпен ұстап бір қағыс қағып айтамыз. Жай. Ла деген буынды 3-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз жаңағыдай. Және осы жерде бір қағыс қағып айтамыз. Ла. Ау деген буынды енді ең соңғы 1-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап бір қағыс қағып айтамыз. Лау. Ай деген ең соңғы буынды айтатын кезде ашық ортаға барамыз. Там, та, там, там деген 4 қағысымызды 2 рет ойнаймыз. Сонда жалпы 8 қағыс қағамыз. Ай. Жалпы қиын көрінгенмен негізінде бұл қатарда өте оңай. Жастық шақ, өткі, зейік, гүлдей жайнап ой жайлау ай. Мінекей, жалпы қайырманың ең соңғы қатарында домбыраға салып үйрендік. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Жаңа айтқанымдай бұл әнде 2 қайырма бар. Яғни 2-ші қайырманың әуендері негізінде 1-ші қайырмамен бірдей. Тек бұл жерде бір ғана өзгеше болады. 2-ші қайырмада қара ағаштай қақиғанша жастық шақ деген сөздер де оның әуендерде мүлдем ойналмайды. Басқа сөздердің әуендерінің барлығы қайталанады. Яғни мұқият қарап отырыңыз, былай болады. 2-ші қайырманы толық тартып көрсетемін, жай көрсетемін. Ақ бүрлен, қызыл бүрлен, 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 бүрленді, аралайды жолын білген қамшыны, екі бүктеп
бірінші қайырмадағы алғашқы 4 қатар бірдей ойналатын 4 қатар сол әуенді екінші қайырмаға да дәл солай ойнадық. Ал енді бұл әуенде жаңа айтқанымдай бірінші қатардағы бірінші қайырмадағы қарағаштай қақиғанша жастық шақ деген сөздер жоқ. Сразу біз өткізейік гүлдей жайнап ой жайлауай деген сөздердің әуенін ойнаймыз. Сонда мына әуенді ойнаймыз. Болды менің ойнап күлген ой жайлауай. Дәл жаңағы өткізейік гүлдей жайнап ой жайлауай. Дәл жаңағы бірінші қайырмадағы ең соңғы әуендерді екінші қайырмада да ойнап қайталадық. Ешқандай бір қиын жері жоқ, сондықтан жаттап қайта-қайта домбырада салып үйреніп алыңыз. Мінекей, сіз әп-сәтте ой жайлау әнін жалпы домбыраға салып үйреніп қойдыңыз. Және де бұл әнді жай қағыста қақтыңыз, алма-кезек қағыста. Мен жаңа ғана видеоның басында толық тартып көрсеткен кезде әнді тез қағыста орындаған болатынмын. Егер сіз әнді өзіңіз тез қағысқа салып орындағыңыз келсе, онда менің каналымдағы осы видео сабақты, ең соңғы видео сабақты көрсеңіз, осы сабақта мен тез қағысқа дұрыстап тоқталып, осыны қалай тартылатындығын барлығын түсіндіріп өткен болатынмын. Осы видео сабақты көру арқылы бұл әнді жаңа мен сияқты тез қағысқа өзіңіз-ақ салып орындай алатын боласыз. Жалпы кез келген әнді орындаған кезде прогрешті ұмытпау керек. Прогреш деген бұл мысалы кез келген музыканы тыңдап көрсеңіз, басында жай ғана сөзсіз әуен ойналады және ортасында ойналады сөзсіз әуен. Сол жай ғана әуен бізде прогреш деп аталады. Бұл кез келген әнде болады. Ой жайлауда да өзінің прогреші бар. Бұл әннің прогреші ретінде сіз жаңа ғана ойнаған екінші қайырманың әуенін орындайсыз. Яғни басында бір рет ойналады мына әуен. Жай қағыспен көрсете берейін. Мінекей осы прогреш болады. Бірінші осы прогрешті ойнап болғаннан кейін бірінші куплетті орындайсыз. Одан кейін бірінші қайырманы орындайсыз. Одан кейін екінші куплетті орындайсыз. Одан кейін екінші қайырманы орындайсыз. Екінші қайырманы толық аяқтап болғаннан кейін тағы да бірінші қайырма мен екінші қайырманы толық тартып орындайсыз. Яғни бұл әннің сіз түсінгенде тек басында ғана прогреш ойналады, ортасында ойналмайды. Ой жайлау әнін домбырада толық тартып үйрене алдыңыз деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видеоға лайк басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.